Kişi жүздің ішінде, kişi жүздің ішінде батырлар менен даналар, ақында әнші бабалар, шайырлардың сөздерін жырлауға ұлың табалар. Қатемде болса ішінде кешірер іні ағалар, олайда болса айтайын, кішіде жүзді басқарған, аққараны ақтарған, әлім келі ішінде төрт қарадан тараған. Әйтекедей биімнің сөз алтындай салмақты, сарымайдай сақталған, батырлар өтті елім деп өтті еңіреп, найзасының ұшымен қазаққа қалсын жерім деп, тамелінің ішінде көкіде ұлы кесетті, мәлімде болған тарихқа батырда бабам десекті. Табын қалғы ішінде асаудан менен барақты, қырып жауды жапырып еліне болған шырақты. 18 жаста барағым қалмақ менен шайқасып, 300-де өзіне қаратты. Барағылы азауым 12 жаста орыстың жерінде салған ерлігін халқы сүйіп ұнатты. Табынан шыққан тағы да Бөгенбайдай батырын, Дәуіттен менен Байғозы қалдырмай айтар ұрпаққа осылай қылып ақының Байылының ішінде қарадан шыққан қандыға, сұлтанда болған бейбарыс, қазақты сыртта көрсеткен білетін халық ұлыңды, ақылы ұшан теңіздей таттыңда ұлы сырымды. Исатай менен Махамбет жауына қарсы ұрынды, бала жастан естідік мен нарында жүргенде, еңіреп жүрген ередім деп сырлаған жырыңды. Адайды халқы ішінде бекетте атам әруақты, сыйынған бабам бекетте ұрандап шапқан ұрпағы, батырада ерлері есетте шотан назарлар, Есенғұл менен Сыбатай бұларға адам теңбеді. Жыршы сүгір адайда ақтан менен қашаған, шарыш топта сөйлесе сөз құрауыңы тезеді. Әлімнен бұлар тараған, Жанғожа мелі сыйынған, қаламдай қасы қиылған, қазақтың жалпақ даласын дұшпанынан тазартып, сөзі де жүріп бұйырған, батыр бабам жалан түс әруақты ереді. Хандықта құрып кезінде Самарқан салдырып, әсемдеп таспен көреді. Осылай қылып жыршыңыз өлеңдетіп береді. Тағы да айта кетейін, айттыңда ұлы тілеуді, өзі де батыр өзі бей, халқының болған тірегі. Түркістанда жазылған тілеуде атам керлігі, сол тілеудің баласы 100 жылдығын болжаған мөңкебі елдің жүрегі. Тыңдасаңдар жарандар, батыр бабам жолдаяқ ода тілеу ұл еді. Шыманның ұлы Мырзағұл ақылы менен би болған, осындай асыл сынығын Саршолақ атам жырылған. Тілеу қабақты айтқанда тақылдаған таңдайы, ретті сөзді құраумен жарқылдаған маңдайы, Саршолаққа тең келер шайырыңның қандайы. Қабақта атам ұрпағы, ұранға шыққан Бақтыбай, асығы тұрып алшыдан ұранға болған атсай. Бақтыбайлап жауға шапқанда ер көтіп әр есетті, Дәрбай менен бекетті Қонақбай ұлы Қарағұл ұрпағы үшін түн қатып көрсеткен қайрат білекті. Есетті атам басына, мазарының қасына сыйынған талай қиналып, рухына табынып шипа болсын деп түнепті. Осыларды кейінге Әділбек балаң жіретті. Ендігі жырға қосатын, ерлігі ерден асатын, тараған екен бұл жырдан, бір көргенде үш көріп баталған дейді қыдырдан. Айтпай кетсек боламы, назарда батыр Сәңкібай, жаңғылыштың ішінде тағы берген Қалдыбай, қайратпен жеңген қайғыны қырғыз елі ішінде. Қайдауылдай батырың қырың қызыл ұрыста, ұрпағы үшін түн қатып ат терлеткен тағымы. Кіші жүздің ішінде, кіші жүзде кердері, Әбубәкір атамның қазағым деп жырлаған имандылық сөздері. Кердері де керемет, Құдай берген жырауым ағасынан кембеді. Ақ кете еді қайырла, таныстырып қазақты шежірелеп береді. Осылардың сөздерін өзіндей қылып жеткізген Көтібардың ұрпағы Қабақтан шыққан Наурызбек ұлы жырау ізені. Алғанда түрлі мақаммен терме дастан жырларын 3 күнде 3 түн айтқанда батырлардың шайқасы көз алдыңа келеді.
шараның ішінде Сәрсенбай ұлы Көшербай домбырасын көтеріп дастандарды айтқанда Наурызбек шешеледі. Батырда әнші жыршылар біріне бірі жалғасып өлең жыр боп ереді. Осындай батыр бабалар қан тамған найза ұшынан, жау сескенген сұсынан батырлардың ерлігін бүгінгі келген ұрпағы естіген жыршы жырынан. Сондықтан да мінекей бойыма біткен өнерді аямадым жұртымнан. Қаумалып халқым көтерсе жырлаймын әлі ел үшін. Шапқанаттай жұлқынған қазақтың батыр ерлерін таңнан да таңға айтсаң да таусылмас бұлыр жұртым қана